Сәлем бауырым. Проспект бизнес академиясына қош келдіңіз. Мен есімім Мұхаммед Архат Исабек. Проспект осы академиясының бизнес клубының негізін қалаушы боламын. Бүгін бұл видеода, алғашқы видеода сізбен жалпы бизнесті үлкейтудің мүмкіншіліктері жайлы талқылаймын. Жалпы енді сіз кәсіпті, бизнесті бастапқыда не үшін бастадыңыз? Әрине үлкен жетістіктерге жету үшін мықты қаржы тауып, өз жанұяңызды, өз балаларыңызды және ата-анаңызды қуанту үшін, мықты белестерге жету үшін бастадыңыз. Бәлкім бүгінгі таңда сол жетістіктердің кейбіреулеріне жеткенде боларсыз. Дегенмен бұл жетістікпен әрине тұрып қалмау керек. Азға қанағат жасап, осы маған жетеді, Құдайға шүкір деген жақсы. Бірақ та азға қанағат жасап, сол жерде тоқтап қалу бұл жалқаулық, яғни жалқаудың ісі. Біз кәсіпкерлер ешқашанда бір жеткен жетістікке жетіп, сол жерде тұрып қалмауымыз керек. Ары қарай жалғастыруымыз қажет. Әрқашанда даму үстінде болуымыз қажет. Өйткені кәсіпкер адам дамушы адам. Егер кәсіпкер адам дамымаса, оның бизнесі де дамымайды. Өйткені кәсіпкер адамның дәрежесі қандай болса, бизнесі де сондай болады. Сондықтан кәсіпкер бауырым, сізге де әрқашанда даму қажет, және оның ішінде, онымен қоса бизнесіңізді дамыту қажет. Күнделікті осы бар бизнеспен, ішіндегі күнделікті тіршілікпен, яғни пайданы арттыру керек, сотрудниктер, команданы дұрыстау керек деп жүріп, күнделікті қарбалас жұмыстардың арасында бизнесті дамытуды ұмытып кетіп жатамыз, осы кәсіпкерлер. Ал негізінде ең басты сіздің міндетіңіз бұл бизнесіңізді ары қарай дамыту болып есептеледі. Яғни қазіргі бизнесіңізді белгілі бір дәрежеге жеткен кезде мықты команда алып, ол өздері сол бизнесті жүйелі түрде басқара алуға қажет. Демек сіз потенциалыңызды ең үлкен дәрежеде, ең мықты дәрежеде іске асыруыңыз қажет. Егерде бір орында отырып қалсаңыз, менде ай сайын белгілі бір мынаншама ақша стабильно кеп тұр, менің өмірім стабильно жақсы деген адам уақыт өте келе құлдырайды. Бұл заман талабы өте жоғары, бір орында тұрмауыңыз қажет, әрдайым өзіңізді дамытуыңыз қажет. Өйткені сіз мына жерде менің бизнесім күшті жүріп жатыр, менде бәрі жақсы деп отқанда, басқалар, басқа мемлекеттегі кәсіпкерлер, басқа қаладағы, басқа кәсіпкер бауырларыңыз мықты үлкен дәрежеде дамып жатыр. Бір орында тұрып тұрған жоқ. Сондықтан сіз де бүгіннен бастап өз кәсібіңізді дамытуға кірісуіңіз қажет. Сол күйде жүре бермеу керек. Әрине, азынан кешке дейін өз жаныңызды, тәніңізді аямай, бостан босқа жұмыс істей бермеу керек. Нақты, керекті іс-әрекетпен айналысу керек. Білесіз Парето принципін, 80-20. Яғни, сіздің 20% еңбегіңіз, сіздің 80% табысыңызды, нәтижеңізді алып келеді. Егер керісінше есептейтін болсақ, сіздің 80% еңбегіңіз, әрекеттеріңіз сіздің 20% ғана кірісіңізді, табысыңызды және нәтижеңізді алып келеді. Демек, не істеу керек? Бұл нені білдіреді? Көп жұмыс істеу, азынан кешке дейін мұрын қанап, быт-шыт болып жұмыс істеу, көп табыс алып келеді, мені байытады, бизнесім үлкейтеді деген нәрсе емес. Бұл просто көп жұмыс істеуді білдіреді. Бұл сізге мықты үлкен дәрежеде нәтиже алып келетініне гарантия бермейді. Гарантия болу үшін не істеу керек? Сіздің ең маңызды, ең өнімді, ең маңызды тірліктермен айналысып, қай жерде ең көп нәтиже болады, сол істермен айналысу керек. Ол үшін сіз өз әрекеттеріңіздің былайша айтқанда өнімділігін зерттеп, қайсы нәрсе нәтиже беріп жатыр, сізге қайсы нәрсе нәтиже беріп жатқан жоқ, соны зерттеп, ең маңыздысын ғана істеуіңіз керек. Ал қалған маңызды емес нәрселерді тапсыруыңыз керек. Бәрін өзіңіз істей берсеңіз үлгермейсіз. Сондықтан тапсыру, командамен жұмыс істеу, делегированиені үйренуіңіз қажет. Мықты, табысты кәсіпкер белгілі бір қалаға, жерге
тәуелді болмау қажет. Яғни сіз азынан кешке дейін офисте отыра берсеңіз, азынан кешке дейін бизнесіңіздің ішінде жүре берсеңіз, сіздің жанұяңызға, шетелге қыдырып, шетелге қыдыруға уақытыңыз қалмайды. Басқаларға, достарыңызға да уақытыңыз қалмайды. Сөйтіп өміріңіз өте береді. Кәсіпкер адам не істеу керек? Керек кезінде бизнесті жасап, ал бизнестен бөлек тыс уақытта жанұясына, өзіне және қыдыруға, демалысқа, қоғамға атсалысып көңіл бөлуі қажет. Және де кәсіпкер адам белгілі бір, бағана айтқандай, белгілі бір жерге тәуелді болмау қажет. Қалған уақытында кәсіпкер адам қалаған жеріне, қалаған мемлекетке қыдыра білу керек. Қалаған мемлекетке бара алу қажет. Оған әрине жеткілікті ақша табу қажет. Жеткілікті ақша табу үшін сіздің қазіргі бизнесіңізді үлкейту қажет. Бизнесіңіз үлкен табыс тап келмесе, сіздің жанұяңызға да қиын болады, балаларыңызға да қиын болады, өзіңізге, ата-анаңызға және қоршаған ортаңызға да қиын болады. Кәсіпкер адам міндеті өте жоғары адам. Яғни кәсіпкер адам, егер жоғары табыс табатын кәсіпкер адам жүрген жерінде пайдалы болады. Яғни ол қайырымдылықпен айналыса білу керек. Керек кезінде, уақыты келген кезде көптеп налог төлей білу қажет. Мемлекетіне, халқына пайдалы бола білу қажет. Ол үшін сіздің бизнесіңіз өте мықты жүру қажет. Бизнес мықты жүру үшін не істеуіміз керек? Әрине, сіздің бизнесіңіз жай кішкентай күйде бизнесті бастаған болсаңыз, әлде күнде сіздің бірнеше жыл бойы сол бизнесіңіз кішкентай күйде қалай берсе, онда бұл дұрыс емес. Сіз өз бизнесіңізді қолға алып, соны үлкейтуіңіз қажет. Өйткені үлкеймеген бизнес уақыт өте келе ол жоқ болып кетеді. Яғни бизнес әрдайым өсіп отыру керек. Мысалға алатын болсақ, дүниежүзіне әйгілі компанияларды алатын болсақ, Apple, Google, Facebook компаниялары әрдайым даму үстінде, әрдайым жаңа компанияларды сатып алады, әрдайым жаңа сотрудниктер алады. Неге бұлай? Өйткені бизнес белгілі бір дәрежеге жеткенде, егерде уже стабильный бола бастаса, ары қарай өспесе, онда белгілі уақытта атақты Ицхак Адизистің теориясы бойынша дүниежүзіне әйгілі, ол компания белгілі дәреже жеткенде уже құлай бастайды. Демек, сіздің мекемеңіз ешқашан стабильный дәрежеге жетпеу керек. Яғни әрдайым өсу үстінде болу қажет. Сол үшін сіздің де бизнесіңіз әрдайым өсу қажет. Өспесе, сіздің кірісіңіз де уақыт өте келе азайып кетеді, компанияңызда құлдырайды, сіздің офисіңізде кішірейіп кету мүмкін, сөйтіп ақыр аяғында банкротқа айналуыңыз мүмкін. Ондай болмау үшін қазірден бастап осы бар бизнесті, ақыры сізге кіріс әкеліп жатса, бар бизнесті ары қарай үлкейтуге кірісіңіз. Қазір бізде жалпы Қазақстанда мүмкіншіліктер өте көп, байқасаңыз. Келісесіз ғой? Бүкіл бизнесті жасау үшін бүкіл жағдай жасалған. Бизнесті үлкейту үшін бүкіл жағдай жасалған. Біз ешбір шағымданбауымыз керек. Яғни мемлекет мынандай нәрсе істемей жатыр. Менің бизнесім жүрмей жатқанда мынау кінәлі, немесе мынау кісі мені лақтырып кетті демей, барлық жүкті өз мойныңызға артып, өз бизнесіңізді және өзіңіздің өміріңізді жақсартуға бел буыңыз. Егер сіз де жан-жақты, сіз, мен, басқалар, осы барлық кәсіпкерлер жан-жақтан өз кәсібімізді дамытсақ, онда біздің әркімнің өз жағдайы да жақсарады, бүкіл қоршаған орта жақсарады, сіздің жанұяңыз, ата-анаңыз және бүкіл басқан жерлеріңіз бәрі жақсарады. Мынандай статистика бар. Егерде бір мемлекеттің орта және шағын бизнестерінің саны өте 30%-дан жоғары болса, онда ол мемлекетте ешқашан кризис болмайды. Демек, біздің санымыз 30%-дан асу керек. Сол үшін не істеуіміз керек? Әрқайсымыз бизнесімізді үлкейту керек. Бірақ қалай? Бас салып, қалай болса солай емес.
жүйелі түрде үлкейтуіміз қажет. Жүйелі түр дегеніміз бұл оның ішінде не бар? Мысалға, бизнесті үлкейтудің жолдары көп. Солардың біреуі филиал ашу. Яғни бар осы бизнесіңізді ары қарай үлкейтіп, келесі точканы ашу, келесі офис ашу, басқа қалада екінші точка ашу, екінші цех ашу, немесе екінші магазин ашу деген секілді филиалдар ашуымыз керек. Өйткені бір точкамен отыра беру дұрыс емес, дамымайсыз, әрдайым өйстіп отыра бересіз. Сондықтан, құрметті кәсіпкер бауырым, осы бар бизнесіңізді үлкейтіңіз. Егерде филиал ашуға, үлкейтуге қаржыңыз жетпей жатса, онда инвестиция тартыңыз. Яғни өз бизнесіңізге ары қарай дамытуға инвестиция тартуыңызға болады, білесіз. Яғни кредит алмай-ақ, туысқандарыңыздан қарыз алмай-ақ, инвестиция тарту арқылы бизнесіңізді үлкейтуге болады. Әрине, ол жайлы келесі видеоларда инвестиция тақырыбында бұл жайлы толығырақ айтамын, бірақ та қазірше қысқа. Инвестиция тарту арқылы сізге, бизнесіңізге керекті мөлшерде, керекті суммада инвестиция тарта аласыз. Егерде бизнесіңіз жақсы ақша әкеп тұрса, бұл кез келген инвесторге қызық. Әрине, бәлкім доляңыздан айырылғыңыз келмеуі мүмкін, бірақ та инвестиция тартудың өзінің көптеген мүмкіншіліктері бар. Оны инвестиция тақырыбында көре жатарсыз. Одан бөлек, егерде инвестиция тартқыңыз келмесе, одан басқа да варианттар бар. Ол франшиза ашу. Яғни қазіргі жүріп тұрған бизнесіңізді ары қарай франшиза арқылы дамыту. Филиал емес, франшиза арқылы. Франшиза дегеніміз сіздің бар бизнесіңізге басқа біреуге лицензия беру. Басқа бір қалада, басқа бір жерде точка ашуға рұқсат беру. Яғни сіздің брендіңізді қолдана отырып, ол басқа бір сіздің франшизи партнеріңіз бизнес ашады. Повышение взнос, лицензия алған үшін ақша төлейді, және де тапқан табысынан роялти процент төлеп тұрады. Ол да бір жақсы мүмкіншілік. Ол жайлы да келесі видеолардың біреуі франшиза жайлы толығырақ айтамын, оны да жақсылап көріп алыңыз. Франшиза да өте үлкен мүмкіншілік. Бізде Қазақстанда вообще франшиза дамымаған. Сол франшиза жайлы видеоны міндетті түрде көріп алыңыз. Одан бөлек, қазіргі жүріп тұрған бизнесіңізді ары қарай үлкейту үшін ең басты нәрселердің біреуі бұл не? Бұл маркетингті дамыту. Яғни сізге келіп тұрған тапсырыстар санын көбейту. Бәлкім қазір сізге күнне не бары 10-15 заявка, 10-15 тапсырыс келіп тұрған болуы мүмкін. Бірақ та бұмен шектелмеу керек. Бүкіл бизнесті үлкейтетін бұл маркетинг. Яғни сіздің маркетингіңіз мықты болу керек. Яғни сізге күнде неше түрлі каналдар арқылы, яғни маркетинг каналдар арқылы көптеген тапсырыстар түсіп жату керек. Сіздің сату бөлімі үлгере алмай, шашымжыл звондап, жан-жаққа звондап жату керек. Егер ол болмай жатса, демек сіз онда ол мүмкіншілікті жіберіп жатсыз. Қазір өте керемет заман, Facebook, Instagramның дамыған заманы. Facebook, Instagram, Google арқылы, Яндекс арқылы көптеген заявкалар қабылдау болады. Қанша заявка керек, сонша заявка қабылдасаңыз болады. Мықты маркетинг командасы арқылы немесе мықты маркетолог тауып алу арқылы осылай тапсырыстарға ие бола аласыз. Ол жайлы алда келе жатқан маркетинг және сату видеосында осы тақырып жайлы толығырақ аласыз. Одан бөлек маркетингті жақсарттыңыз, сатуды жақсарттыңыз. Енді не істеген жөн? Әрине өз командаңызды жақсартуыңыз керек. Сіздің командаңызда ең мықты адамдар болу керек. Тек өзіңізден әлсіздер ғана емес, сізден де мықты адамдар болу керек. Өйткені әлсіз адамдармен кез келген адам жұмыс істей алады. Ал мықты адамдармен тек лидерлер ғана жұмыс істей алады. Ал сіз нағыз лидер болуыңыз қажет. Лидер бола алмасаңыз, сіз өз командаңызға дұрыс мотивация, дұрыс шабыт бере алмайсыз, дұрыс бағдар бере алмайсыз. Сондықтан да біріншіден өзіңіз мықты болуыңыз қажет. Демек, құрметті кәсіпкер бауырым, сіздің бизнесіңізді үлкейтуге, жаһандандыруға, дамытуға нағыз қолайлы мықты заман келді. Бұдан жақсы заман жоқ. Осы күнге дейін әртүрлі
қиын жағдайлар болған. Бұрын 90 жылдары білесіз, бизнес жасау өте қиын болатын. Ал қазір интернет дамыған заман, қазір социальный сеть дамыған заман, қазір керекті тапсырыңызды керекті мөлшерде аласыз. Сізге ешкім кедергі болмайды. Қазір мемлекетімізде барлық жағдай жасалған. Сонымен не істеуіміз керек? Құрметті кәсіпкерлер, кәсіпкер бауырым, өз бизнесіңізді қолға алыңыз. Өзіңізге керекті армандаған ақшаңыз, табысыңыз қанша еді, соны іске асырыңыз, соған қол жеткізіңіз. Және өзіңіздің сүйікті ұл-қыздарыңызға, және де жанұяңызға, жолдасыңызға мықты сыйлықтар жасап, мықты өмір сыйлаңыз. Ата-анаңызға мықты өмір сыйлаңыз. Өзіңізге, конце концов. Және де қасыңыздағы жақын адамдарға, қоршаған ортаға көмектесуге атсалысыңыз. Неге мысалға мықты ақша тауып, мықты бай болып, қасыңыздағы адамдарға көмектеспеске, және қоршаған ортаңызды дамытпасқа. Және де өзіңіздің тұрып жатқан мемлекетіңізге неге мықты қызмет етпеске. Құрметті кәсіпкер бауырым, сол мүмкіншілікті қолданайық. Ол үшін не істеуіміз керек? Бизнесіңізді үлкейтіңіз. Өзіңізден ештеңе аямайтындай үлкен табысқа жетіңіз. Бизнесіңізді қазір үлкейтіңіз. Қазір сіз жассыз. Осы жас уақытты, осы керемет бір уақытыңызды дұрыс қолданып алып, көптеген мықты бизнестер іске асырып үлгеріңіз. Сол кезде уақыты келгенде сіз соның өзіңіз, балаларыңыз, бүкіл ұрпақтарыңыз жемісін жейтін болады. Қазірден соған кірісіңіз. Қазірден бизнесіңізді үлкейтіңіз. Франшиза, филиалдар бастаңыз. Инвестиция тартып бизнесіңізді үлкейтіңіз. Жаңағы кіріп жатқан кіріске, келіп жатқан клиенттер санына қанағат етіп отыра бермей, үлкейтіп, өте көп клиенттер қабылдап, бизнесіңізді үлкейтіңіз. Командаңызды жақсартыңыз, мықты адамдар тауып, мықты адамдар жұмысқа алыңыз. Сол кезде сіздің бизнесіңіз көркейеді. Сонымен құрметті бауырым, ерінбей, қазірден бастап, бүгіннен бастап бизнесіңізді үлкейтуге кірісіңіз. Ерінбеңіз. Бар бизнесті үлкейтуге болады. Жоқ, бұл бизнестен шаршадым мен, бұны тастайын, басқа нәрсе бастайын емес. Осы бар кіріс әкеп тұрған бизнесті үлкейтіп алыңыз. Келесі бизнесті ашып үлгересіз. Мына бизнестен егерде сіз үлкен потенциал көрсеңіз, $1 миллион таба алатын мүмкін дәрежеге жете алам деген ойыңыз, арманыңыз бар болса, онда осыны іске асырыңыз. Бұл бизнес арқылы үлкен дәрежеге жете аласыз. Үлкейтіңіз. Сонымен кәсіпкер бауырым, сізден өтініш. Осы бизнесіңізді ары қарай үлкейтіңіз. Келесі видеоларды соңына дейін қараңыз. Бізде көптеген сабақтар, көптеген білім тәжірибелер күтіп тұр. Соларды біліп, іске асырып алыңыз. Бизнесті жақсы үлкейтуге болады. Соны қолданыңыз. Сіз егерде сіз үлкейтпесеңіз, онда басқа біреу, дәл сіз секілді мықты бір кәсіпкер, табанды, мықты, байсалды кәсіпкер өз бизнесін үлкейтеді. Сізде қалмай өз кәсібіңізді үлкейтіңіз. Келесі видеоларда жүздескенше. Егерде осы видео сізге ұнаса, астында комментарий қалдырыңыз, лайк басыңыз, өз пікіріңізді білдіріңіз. Тыңдағаныңыз үшін рахмет.